Сәлем достар, бұл Тока Бока ойыны. Менің Бейни Тока каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеомда өзімнің үйімді қалай жиһаздармен жабдықтағанымды көрсетейін деп шештім. Толық жиһаздарды орналастыруыма маған 12 минут уақыт кетті, бірақ мен оны сіздерге жылдамдатып көрсеттім. Бұл менің жатым бөлмем, төсек, шкаф және маған ұнайтын аттың суреті. Картинаны қабырғаға іліп қойдым. Орнын ауыстыру керек. Ал бұл қонақ бөлмесі. Қонақ бөлмесіне жайлы диван, үстел, орындықтар қойдым. Гүлдер маған өте қатты ұнайды. Сондықтан гүлдер қоюды ұмытпау керек. Бірақ әрине, суарып тұрмасақ олар өліп қалады. Үйде жарық шамдарының көп болуы адамның көңіл-күйіне жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Маған бөлмемнің жарық болғанын ұнайды, сондықтан жарық шамдарын көп қойдым. Полкаларды қоюды да ұмытпау керек. Оларға өзіме ұнайтын заттармен толтыратын боламын. Мінекей. Теледидар да қоюды ұмытпадым. Өзіме қажетті жоқ заттарды өшіріп тастаймын. Осылайша қонақ бөлмемде дайын болып қалды. Бұл менің жуынатын бөлмем, тазалық бөлмесін. Әрине, душ ваннасыз елестету мүмкін емес. Тазалық заттарын да қоюды ұмытпау керек. Мен өзімнің ас бөлмемді ұмытып кетіппін. Енді ас бөлмені сәндеуге көшетін болам. Полкалар қоям, әрине онда ыдыстарды жинаймын. Мінекей. Төбесіне жарық шамдарын орналастырам. Олардың көп болғаны жақсы. Бөлмем жайлы, жарық болады әрине. Міне, осылайша видеомда соңына таяп қалды. Жұмсақ жастықтарды да қойып шығуды ұмытпау керек. Достар, қалай ойлайсыздар? Үйім қалай болып шықты? Сіздерге ұнады ма? Олай болса, қош, сау болыңыздар.